Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді молочная девочка тортын әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Және де менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісінде басуды ұмытпаймыз. Тортты дайындау үшін бізге 4 жұмыртқа, сгущенка, сары май, ұн және разрыхитель қажет болады. Ең алдымен біз жұмыртқаларымызды жарып, оны венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан соң сгущенкамызды құйып, оны да жақсылап қыздар жұмыртқамен бірге араластырып аламыз. Кейіннен майымызды құямыз. Майымызды міндетті түрде ертіп аламыз қыздар. Сұйық май қолдансаңыздар да болады, маргарин қолдансаңыздар да болады. Содан соң ұнымызды жаймендеп саламыз. Оның үстіне разрыхителімізді салып араластырамыз. Ұнды қыздар бірденен салмаймыз, аз-аздан салып араластырып тұрамыз. Бізде осындай қоймалжың масса шығады. Енді пергамент қағазын алып, бізге керек диаметрді осылай сызып аламыз. Видеодағыдай менде диаметр 22 сантиметр бұл жерде. Оған мен 2,5 ас қасық қамырымды құйдым. Ортасына құямыз да жайлап осылай жаятын боламыз. Мінекей дайын, тура сызықтың бойымен осылай әдемілеп жасап, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Менде осы дайындаған қамырдан 7 корж шықты. Мінекей біздің бірінші коржымыз пісті. Бірінші піскен кезде екіншісі міндетті түрде қыздар дайындап қойғандарыңыз жақсы. Әр коржымыз біздің 5-7 минутта пісетін болады. Және де осындай сеткаға суытып алғандарыңыз жақсы. Мен осы молочная девочканы пісіргенде 2 ғана пергамент қағазын қолданамын. Бірінші, екінші жағына пісіріп аламын. Қыздар, ескеретін жайт, бұл жерде қамырын жайған кезде өте жұқа етіп жайып қоймаңыздар, жарай ма? Өйткені ол әдемі болып шықпай қалады. Мінекей 2 жағында пісіріп алғаннан кейін қағазды осылай қолменен тазалап алсаңыздар жақсы кететін болады. Осы қағазымызға біз бірнеше коржды пісіріп ала аламыз. Өйткені қайта сыза берудің қажет жоқ. Бір сызғаннан кейін екі бетіне де пісіріп, осылай тазалап пісіре берсеңіздер болады. Мінекей менде 7 корж дайын болды. Енді осындай кондитерский кольцомен түзілетін боламыз. Өйткені корждар піскен кезде көлемі өзгеріп кетеді, қисаяды, сіздердің салуларыңызға байланысты. Сондықтан міндетті түрде осылай формасын қайтадан бәрін бірдей етіп аламыз. Тарелкамен болса да, немен түзілетін болсаңыздар да бола береді. Бұндай кольцоның бар болуы қажет емес жалпы. Енді қалған корждарды осылай майдалайтын боламыз. Бізге сәнге қажет болады. Енді креміне кірісек, ол үшін бізге сливки, творожный сыр, сахарная пудра қажет болады. Сливки мен творожный сыр міндетті түрде мұздай болу керек, және де ыдысымыз құрғақ болу қажет. Одан кейін сливкиді құйған кезде қыздар міндетті түрде шайқап, сосын бірақ құятын боламыз. Содан соң миксермен бірінші осылай қоспай жатып араластырып аламыз. Кейіннен барып қана қосамыз. Өйткені сіздер бірден қоссаңыздар, ол жан-жаққа шашырайтын болады. Кремдеріңіз мінекей дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Ең алдымен астына кішкене ғана кремді жағып, корждарды осылайша жинайтын боламыз. Тортымыз ары-бері қозғалып кетпеу үшін міндетті түрде қыздар астына кішкене ғана кремді жағуды ұмытпаймыз. Енді сіздер бұл тортты сәндегенде өз фантазияларыңызды қоссаңыздар болады. Мен үйдегі бар заттармен сәндей салдым тортымды. Тортты қыздар міндетті түрде дайындап болғаннан кейін холодильникке 2 сағатқа қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде торт сынып өте дәмді болып шығады. Қалған кремдерін осындай біріктіріп, әдемілеп жағып шығатын боламыз. Егер де сіздер торттың бетінде, жан жағында креммен жабатын болсаңыздар, кремін көптеу жасасаңыздар болады. Мен по-домашнему осылай жасай салдым. Қалған корждарымды жан жағына осылай жабыстырып, өте жеңіл жабысады корждар. Және жан жағына да осылай істей салдым.
Енді менде осындай шоколад бар екен үйде, сол шоколадпен осылай әсемдей салдым. Қыздар міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмі ерекше дәмді болып шығады. Ас болсын, сіздермен бірге болған Самал. Келесі кездескенше сау болыңыздар.